Баршаларыңызға ассалаумалейкум, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздегі рубрика дамытушы ойындар. Құрметті менің оқырмандарым, бұл ойын 3 жастан жоғары балаларға арналған. Егер де сіз де өзіңіздің балаңызбен дамытушы ойынды ойнағыңыз келетін болса, осы шаблондарды алғыларыңыз келетін болса, менімен бірге болыңыздар. Соңында мен сіздерге қалай алу керектігін айтамын. Ал бисмилля, бұл ойынның атауы үлгі бойынша қою. Екі түрі көрсетіледі. Біріншісі қыз балаларға арналған, екіншісі ұл балаларға арналған. Ешкімді де ренжітпейміз. Бұл ойын біздің балаларымызды қалай дамытады? Балалардың бейнелі дағдысын, яғни образды бейнесін қалыптастырады, дағдыландырады. Түстерді үйренуге жақсы, реттілікті үйренеді, бала төзімділікке, сонымен қатар логикалық ойлауын да жетілдіреді. Ойынның шартын өздеріңіз видео барысында көріп түсініп отырған боларсыздар. Балаға арнайы бірнеше карточка беріледі. Сол карточкадағы сурет бойынша бала гүлдерді орналастырып шығуы керек. Видеоның басында сіздерге айтып кеткендей, мен сіздерге екі түрін көрсетемін деген. Бірінші қыз балаларға, ол жәнегі сұлулыққа, әдемілікке бейім болғандықтан ханшайым және гүлдерді алдық. Ал ұл балаларға балмұздақты құрастырады ойын үлгісін сіздерге ұсынып отырмын. Бұның да шарты дәл алдыңғы ойын секілді үлгі бойынша түстерді қойып шығу керек. Құрметті менің оқырмандарым және де канал қонақтары, менде өте көптеген рубрикалар бар. Сол рубрикаларымды, менің пайдалы, маңызды видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал сіздерге уәде етілген шаблонды алу үшін каналыма тіркеліп болғаннан кейін описание бөлімінде арнайы ссылка тұрады. Сол ссылка арқылы өтіп өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Бұл ойынды шығарып өзгелерге таратуға да рұқсат. Сіздермен бірге болған Жансая және де менің қызым Амина. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.